Атырауға алғаш рет президент оркестрі гастрольдік сапармен келді. Жан жүрегі 2-8 пернеге байланған өнерпаздар халыққа өз өнерлерін тарту етті. 107 адамнан құрылған бұл ұжым 2012 жылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі жанынан құрылған. Бұл бір әсерлі кеш болды. Алаңға жиналған көрермен домбыраның күмбіріне толғанып, әсем әннің ырғағына елтіді. Кеш Ардақ Балажанованың Ағажанай әнімен басталып, халықтың қошеметіне бөленді. Бұл кеште оркестр ұжымы 10-нан астам халық әндерін орындады. Жылдан бастап мемлекеттік күзет қызметі жарлығымен елбасының жарлығында республикалық құламмен президенттің күзеті екеуі қосылып мемлекеттік күзет қызметі болды. Атырау қаласына бірліктірілген президент оркестрі алғаш рет, тұңғыш рет өзінің мерекелік концертін ұсынып отыр. Президент оркестрінің орындауында тек қана елбасымен байланысты әндер және тағы да өзіміздің президент оркестрінде жұмыс істейтін балалардың өздерінің шығармалары. Ірі өнер ұжымы қазір республика мен елордадағы айтулы мәдени шараларға белсене атсалысып жүр. Қазір президенттік оркестр әлемдік музыкалық мәдениеттің барлық жанрларын, оның ішінде классикалық, академиялық және осы заманғы композиторлардың шығармаларын орындайды. Күннің суығына қарамастан жиналған қала тұрғындары да бұл концертке ерекше ықыласпен келгендерін айтты. Демалыс күндерімнің бір жартысын осындай мерекелік шараларға арнаймын. Бүгінгі күні дәл осындай мерекелік концертке арнағаныма өте қуаныштымын. Концерт өздеріңіз көріп тұрғандай керемет деңгейде өтіп жатыр. Халыққа ұнап жатыр деген ойдамыз. Негізінен біздің мұнайлы астанамызда осындай мерекелік шаралар үнемі ұйымдастырылып тұрады. Соны ары қарай жалғасын табады деген сенімдеміз. Мерекелік кеш соңында облыс әкімі өнерпаздарға алғысын айтты. Президент оркестрінің Атырауға келіп, осындай тамаша өнер көрсетуі біз үшін абырой. Және де осы концертке атыраулық өнер ұжымдары, атыраулық өнерсүйер қауым қатысып отыр. Жаңа ыстық ықыласын, ду қол шапалақтауларын қабыл алдыңыз. Бұл атыраулықтардың сіздерге деген ілтипаты, көңілі, ризашылығы деп қабылдауларыңызды сұраймын. Концерт соңы мерекелік отшашумен аяқталды. Балауса Амангелдиева, Қуаныш Құдайбергенов, жаңалықтар қызметі.